Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен бірге 4-ші дәрісімізді бастаймыз. Өткенде біз өткен сабақтарда 3-ші дәріспен аяқтаған болатынбыз. Бұл 4-ші дәріс жүк көтергіш машиналар есептеудің жалпы ережелері, оның негізгі параметрлері туралы сіздермен энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Абелжанова Фариза Болатовна. Так, негізгі параметрлер, яғни жүк көтергіш машиналар келесі негізгі параметрлермен сипатталады. Бұл, айта кетсек, жүк көтергіштігі, жеке механизмдердің қозғалыс жылдамдығы, жұмыс режимі, жүк көтергіш құрылғының көтерілу биіктігі, яғни оның максималды көтерілуі, минималды көтерілуі, биіктігінің. Бұл параметрлердің мәндері стандарттардың ұсыныстарына сәйкес келуі керек. Машинаның жүк көтергіштігі бұл машинаны көтеруге арналған номиналды, яғни максималды жұмыс жүктемесінің массасы. Бұл шама тасымалданатын дененің инерциялық және гравитациялық қасиеттерін сипаттайды. Машинаның әрекет ету пунктінде еркін құлаудың үдеуіне тәуелді емес, және масса бірлігімен, яғни килограммен немесе тоннамен өлшенеді. Масса ұғымының айырмашылығы дененің жерге тартылу күшін анықтайтын ауырлық күші әсер ету нүктесінде еркін құлаудың үдеуіне байланысты және күш бірліктерімен өлшенеді. Яғни күш бірліктері бізде механикалық жағдайда, бұл ньютонмен өлшенеді, немесе килоньютонмен өлшенеді. Дене салмағы бұл ауырлық күшінің әсерінен дененің тірекке әсер ететін күші болып табылады. Егер тірек жерге қатысты қозғалмаса, немесе дене біркелкі және түзу қозғалса, дене салмағы ауырлық күшіне тең болады. Үдеумен белгілі бір үдеумен көтерілу кезінде дене салмағы ауырлық күшінен үлкен болады, ал керісінше үдеумен түсу кезінде дене салмағы ауырлық күшінен аз болады. Болашақта жүк көтергіштігі массасы Q деп айтамыз, ал салмағы G деп өлшейміз, салмағын килограммен өлшейміз. Яғни бұндағы қатынас G тең Q-ға. Мұндағы кіші G деген сол еркін құлау үдеуі, яғни еркін түсу үдеуі. Оның өлшем бірлігі білетіндей метр секунд квадрат. Келесі, жүк көтергіштігін айқындау кезінде ауыспалы жүк қармау құрылғыларының жүк қармау құрылғысына ілінетін қосалқы құрылғылардың, ал грейфермен электромагнитпен қауғамен жұмыс істейтін жүк көтергіш машиналар үшін олардың да салмағы ескеріледі. Қазіргі заманғы жүк көтергіш машиналардың сыйымдылығы өте кең ауқымда өзгереді. Станоктарға салмағы 10 килограммнан 100 килограммға дейінгі бөлшектерді көтеруге және орнатуға арналған құрылғылар, сондай-ақ ауыр жабдықты монтаждау үшін пайдаланылатын салмағы 400 тоннадан 800 тоннаға дейін жететін және одан да көп жүктерді тасымалдайтын жүк көтергіш машиналары бар. Мысалы айтатын болсақ, ол су электр станцияларындағы монтаждық крандар. Бұлар өте үлкен тоннада жүк көтереді, тасымалдай алады. Жүк көтергіштігінің мәні, ол жаңағы МЭМС, осы стандартқа сәйкес келуі тиіс. Ол үздік
ол жаңағы үзік әрекет ететін барлық жүк көтергіш механизмдер үшін, яғни жолаушылар лифтілерінен басқа, иә, номиналды жүк көтергішінің келесі қатарын белгілейді. Яғни мына біздің кестемізде номиналды жүк көтергіштердің мәндері белгіленген. Бұл жалпы осы жүк көтергіштердің жаңағы негізгі параметрлері, бұл яғни оның механизмі, жылдамдығы, қозғалыс жылдамдығы, иә, жұмыс істеу режимі, құрылғының көтеру биіктігі, бұл басты жаңағы назарға алынатын параметрлер болып табылады. Яғни жаңағы параметрлер әр мәндері стандарттардың ұсыныстарына сәйкес келу керек. Яғни мына жаңағы мемстке сәйкес келу керек. Неге? Өйткені барлық жаңағы жүк көтергіш машиналардың, яғни стандартқа сай келуі, ол жұмыс істеу қасиетіне өте үлкен әсерін қалдырады. Яғни қаншалықты стандартқа сай дұрыс жасалынған жүк көтергіш машиналар болса, соншалықты олардың атқаратын жұмысы жаңағы профессионалды түрде болсын жақсы жүреді. Сондықтан бұлардың негізгі параметрлеріне жаңағы биіктігі, оның жүргізу жаңағы әрекеті, механизмдері, жаңағы жылдамдығы, әсіресе оның барлығы жаңағыдай басты рөл атқарады. Яғни негізгі параметрлердің ішінен. Так, әзірге осы біздің келесі дәрісімізді мына 4-ші презентациядан бастаймыз. Әзірге сау болыңыздар.